дегенimiz ne балалар? Заттың несін білдіреді? Көлемін, сапасын және дәмін білдіреді. Ал бізде заттың атауын білдіретін сөз табы не бізде? Зат десем, сұрақтар қандай? Кім кімдер нелер, я? Бір мысал келтіріңдерші маған. Димаш менің көйлегім жас. Димаш кітап оқыды. Ал орнынан тұрып айта ғой. Димаш кітап оқыды. Бұл жердегі зат есім қайсысы? Димаш. Дұрыс айтасың. Отыра ғой. Келесі енді біз сын есім табайық, я? Бір сын есімге мысал келтіріңдерші. Апай, менің көк көйлегім бар. Қандай көйлегің бар? Көк көйлегім. Ал осы жердегі сын есім қайсысы? Көк. Ол заттың несін білдіріп тұр? Түсін білдіріп тұр. Тағы бір мысал кім келтіреді? Апай. Ерке бұлан. Менде жасыл футболка бар. Жасылдан басқа түс жоқ па? Тағы да басқа нәрсе? Менде көк футболка бар. Көк футболка бар, я? Бұл жердегі түс, я? Апай. Ал енді түстен басқа тағы нәрселер бар. Апай. Әлібе айта ғой. Мен бүгін нан жедім, дәмі күшті. Дәмі күшті, я? Бұл жердегі снесін қайсысы? Дәмі күшті, я? Күшті деген снесін айта. Мен кітапханаға бардым. Мен кітап оқыдым. Бұл жерден снесін көріп тұрмыз ба, балалар? Бұл жерде снесін жоқ. Осы сөзді, осы сөйлемді сендер снесінге айландырыңдар. Мен кітапханаға бардым дегенде снесін болып сендер. Мен кітап оқыдым. Айта ғой. Мен кітапханаға барып, күшті кітаптарды оқыдым. Бұл жердегі снесін қайсысы? Күшті, я? Мен үлкен кітапханаға бардым десем ше. Болады ма? Болады, я? Бұл жердегі оның несін білдіріп тұр? Көлемін, я? Айта ғой. Менің әжем дәмді көже жасайды. Не жасайды? Менің әжем дәмді көже жасайды. Көже жасайды, я? Бұл жердегі снесін қайсысы? Дәмді. Ал енді бізде айтылмаған не қалды? Бізде етістік қалды, я? Етістік дегеніміз не? Орнымыздан тұрып, үнімізді шығармай, орнымыздан тұрып айтамыз. Раян айта ғой. Етістік дегеніміз іс-қимылды білдіретін сөздер. Мысалы? Мысалы, Димаш секірді. Қайсысы бұл жерде етістік? Секірді, я? Ал енді етістіктің сұрақтарын кім айтады? Не істеді, не қылды, қайтты. Жарайсың. Яғни сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты, я? Ал енді біз бүгінгі сабаққа оралайық, я? Психологиялық ахуал жасап жіберейік. Барлығымыз орнымыздан тұрайықшы. Бәріміз бір жылы сөз айтайық. Сен кереметсің. Сен кереметсің. Шапалақтаймыз. Қол бұлғаймыз бір-бірімізге. Одан кейін сәттілік тілейміз. Сәттілік. Одан кейін қошемет дейміз тағы да. Басын білеміз. Және де бір-бірімізге қарап күлімсіре сәттілік тілеп отырамыз. Келесі біз ашық сабақта не істейміз балалар көбінесе? Біз мақал-мәтел ойын ойнаймыз, я? Көбінесе байқайтын шығарсыздар, көбінесе мақал-мәтел ойынын жиі ойнаймын, я? Ал енді суреттермен мақал-мәтелді табамыз. Мына жерде қандай мақал-мәтел? Қас күшті. Қараңдар, бір сөзіне не болып тұр? Тас. Не істеп тұр? Не істеп тұр? Ұрып тұр, немесе атып тұр, я? Яғни осы жерден бір мақал шығарыңдаршы. Таспен атқанды аспен ат дейді. Немесе оны не деп айтамыз? Дән деп айтамыз, я? Дәнді не істеме деп тұр? Тастама. Не істеме? Шашпаңдар, жерде жатсаңда баспа. Дұрыс айтасың, Әлбиқан орнынан тұрып айтшы. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар. Молодец. Әлбиге шапалақ ұрыңдаршы. Келесі, мына мақал кім айтады екен? Ағаш көркі, жапырақ, адам көркі, орамал.
Бол батыр, иә? Келесі. Бұны айтып қойдық. Мына жерде. Су не істеп тұрсың? Бұл жерде сонда қандай мақал? Жарайсыңдар. Келесі. Бұл жерде қандай енді? Ағаш тамырын досымен кесті. Орыннан тұрып айтайық. Ағаш несімен мықты? Адам несімен мықты? Енді осын кім толығырақ айтады? Айткем оны. Ағаш мықты тамырмен, дос мықты досымен. Айтшқа, кім әдем айтады? Ағаш тамырымен мықты, адам досымен мықты. Жарайсың. Салғаққа соқалар. Келесі. Бейнет түбі. Байлық. Ақша. Екі адам. Отбасы. Біз аталарымыз көбінесе не алады ақшаны? Бейнет түбі песня. Жоқ. Еңбек етсең, ермей тояда қан тереңсің. Жарайсың. Әмірге шапалақ. Келесі. Соңғы. Дұрыс айтасың. Айнисаға шапалақ. Болды. Мақал матер ойыны бітті. Келесі біз сын есіммен танысып өтейік. Сын есім негізінен бізде заттың сынын, сапасын, түсін білдіретін сөз табы, иә? Ол бізде екіге бөлінеді екен. Ол түбір сөзден болған сын есімді біз негізгі сын есім дейміз. Негізгі сын есімді бізде тек түбірден ғана қалған сын есімді біз негізгі сын есім деп атаймыз. Мысалға қалың, әдемі деген сияқты. Ал келесі сын есімнің екінші түрі қандай? Туынды, иә? Туынды ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді біз не деп атаймыз? Туынды сын есім деп атаймыз. Мысалға өнерлі, саналы деген сияқты. Яғни ол жерде өнер сөзінен не жалған тұр? Лә, ол бізде не? Жұрнақ жалғанған кезде ол не болып тұр? Туынды болып кетті. Ал негізгі не екен бізде? Тек бір сөзден, бір түбірден құралады. Мысалға қалың. Қалың дегенде жұрнақ бар ма бізде? Жоқ, иә? Әдемі деген сөзде жұрнақ бар ма? Жоқ. Ол бізде яғни негізгі сын есім. Туынды сын есімде бізде не жалғанады екен? Жұрнақ. Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Бейнематериал көріп өтейік осы сын есім туралы. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі, қызыл, сары, ақ, көлемі, кіші, үлкен, ұзын, салмағы, ауыр, жеңіл, дәмі, ащы, тәтті, қышқыл, пішіні, сүйір, сопа, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ді, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді,
жетістікке ғашқыш, қышқыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Туынды, я? Негізгіге бір мысал келтіріңдерші. Негізгісі не түсінбей ма? Я, негізгі. Тау. Таулы. Сы несі? Гүл әдемі. Әдемі деген ол бізде туынды ма, негізгі ма? Туынды. Негізгі жарайсың. Ал енді туындыға мысал келтіріңдер. Апай, менің күшті. Менің көйлегім қандай? Әдемі. Әдемі десек ол негізгі. Күшті. Күшті десек те негізгі ол. Ал мысалға, бізде әмір ақылды десекші. Неге қосылады? Туынды болады, е? Ақыл сөзіне қандай жұрнақ жалған тұр? Д, е? Ал енді келесі дәптермен жұмыс бірінші. Бізде не беріліп тұр? Мәтін беріліп тұр, е? Мұраттың бастауы деген мәтін беріліп тұр. Саусақты қоямыз. Мен оқимын, мені мұқият тыңдаймыз. Соқ саусақ қайда? Алаңның арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі күліңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біраз біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр, деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Нағашы бек, қапал бек деп. Сонымен, мәтінде не туралы? Кім туралы? Мұрат туралы, е? Мұрат не істеді? Мұрат Не қазды? Жерді. Яғни бітеліп қалған жерді қазып, сол жерде не ағызды? Су, я? Бастаудың суы, яғни оның ауызы бітеліп қалған, я? Сол себепті одан су ақпай тұрған. Оны не істеді, Мұрат? Қазып, аузын ашты, я? Соның арқасында ол қандай жақсылыққа кенелді? Яғни судың көзін ашты. Балалар қай жерде ойнады? Дұрыс айтасың, Аниса, ойын алаңында ойнады. Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған екен? Бастау болған екен. Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Қандай белгілеріне қарап тапты? Кім табады екен? Атасы айтып ма? Мұрат бастаудың қандай белгілеріне қарап тапты? Дымданып, дұрыс айтасың. Яғни ол дымданып, яғни суланып жатты, Сол себепті Мұрат оның астында су бар екен байқады, Соның арқасында бұлақтың көзін ашты. Мұраттың бастауды табуына қандай қасиеттері көмектесті? Күрек. Жоқ, если мысалға Мұрат жалқау болса, ол қазар ма еді? Яғни оның бойында қандай қасиет бар? Кім айтады? Жақсы. Күн ретін жазыңдар. Бүгінгі күн ретін жазайық. Жаздық қой, Жазғандар жарайсыңдар. Кім жазбады? Бірінші топ жарайсыңдар. Бірінші топ бізде киіз үй тобы ма? Киіз үй тобы өте белсенді қатысып жатыр. Екінші бізде не қандай топ? Бәйтерек, Астана емес, бәйтерек. Бәйтерек тобы өте пассивный, активный, өте средний.
Үшінші топ бізде қандай топ? Домбыра. Домбыра тобының что-то үн шықпай тұр. Бесіне қатысайлы, иә? Я саламат жарайсың. Саламат. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Жарты секундта біттіңдер ма? Жарайсыңдар. Кім бітпеді? Қайсысы бітпеген? Қайсысы өзіңіз үшін шапалақ ұрамыз. Жарайсыңдар. Ал енді бұл жердегі қараңдар. Қарамен жазылған сөздерді не істейміз? Сөз құрамына талдаймыз. Қарандашпен түбірмен жұрнақты сызамыз. Қазір мен сендердің алдарыңа жұптық тапсырма таратамын. Яғни жандарындағы достарымен бірге жасаймын. Айдере сен аларға қосылма. Сен Әдия екеуің қосылыңдар бір-біріне. Онда әкел. Алдыға қой. Сен үшеуің бірге сендер, хорошо? Әлби мен Раяна істейді. Өтеу бірге сендер, жарай ма? Барлығын бірге орындаймыз, иә? Ағашлы. Қайсысына жетпей жатқан? Әдеп үй. Апай болған. Ағаштар деген иә болады. Жоқ, туынды жасау керексің ғой сен. Ағашты десең. Ағашлы. Апай әзірде болған. Уақыт кетті, 1 минут қана қалды. Апай болды. Бірінші топ толық бітті. Айзере ғана қалды, иә? Қазір полный бір топ бітсе ғана оқытам. Екінші топ процесте, үшінші топ жарайсыңдар, салмақ өте тәртіпті және де білімге де құштар болып келеді. Ал кім тыныш отырады, соны ғана оқытам. Болды. Кім бітті? Кім бітті ол? Яғни тыныш отқан адам ол бітті деп түсінемін. Кизи тобы. Домбыра. Бұл топ бізде бәйтерек тобы, иә? Бәйтерек тобы екінші бітті. Үшінші топ бізде қандай? Домбыра тобы. Ал енді Жанғалидан бастап оқы. Аниса, оқы. Орнынан тұр. Таулы, өнерлі, ағашты, қысты, балақай. Жарайсыңдар, отыр. Келесі. Тау, ой, ойла, сөз, сөздер, әдіс, әдісті, әзіл, әзілді, әдеп, әдепті. Отыр. Жанғали, оқымадың ғой, сен оқы. Арғы жағы ғой сенке, иә? Ой. Орныңнан тұр. Не, шаршап қалдың ба? Сөзді, әдіс, әдісті, әзіл, әзілді. Таулы, өнерлі, ағашты, қыз, қысқа, бала. Жарайсың. Келесі. Ойлы, сөзді, әдісті, әзілдер, әділет. Жарайсың. Келесі.
таулы өнерлі ағаштар, қысқа балалар. Ойлан сөздер, әзілдік, әдептік. Өнерлі ағаш, ағашты Орныңнан тұр. қысылы, балалар, ойна сөз. Болды, отыр. Көрсет. Таулар, өнерлі ағаш, ағаштар, қысқа балалар. Таулы өнерлі ағашты қысқа
бағалайсыңдар, иә? Яғни осы балапандар арқылы бағалайсыңдар. Байланыс. Яғни, бүгінгі сабақ қалай өтіп жатыр? Мысалға, орташа, қызықты, пайдалы деп өздерің осылардың біреуін таңдап белгілейсіңдер, иә? Келесі сабақта қай бөлімі есте қалды сендерде? Топтық жұмыс есте қалуы мүмкін, немесе жаңағы жұптық ол кезде топтық жұмыс. Жұптық жұмыс жаңа достарымен бірге жасадыңдар ғой, ол жұптық жұмыс. Және жаңағы сергіту сәтіні жазыңдар. Қандай сендерге? Психологиялық ахуал ұнады ма? Амандасқан кездегі. Және жаңағы мақал-мәтел ойын ұнады ма? Соны жазыңдар, жарай ма? Тез алдыңа берген парақты не істеу керек? Үй тапсырмасы, төртінші тапсырма, белгілеп ал. Дәптерді жаппа, кім жауап деді? Сабақ біткен жоқ әлі. Қоңырау кім үшін? Асханаға барамыз біз, үлгереміз бәрі. Төртінші тапсырманы белгілеп ал. Және дәптерге үшті де жаза салыңдар, иә? Сынып жұмысы ретінде. Үшті дәптерге көшіріп жазасыңдар. Үйге қандай тапсырма? Үшті дәптерге жазамыз, дәптерге сынып жұмысы ретінде тек көшіріп қоямыз. Ал төртті үй жұмысы ретінде жазу керек. Сыныпты ма? Ал енді тақтаға мына ойынға шығыңдар. Соңында өткізесіздер, қазірмен қолма беруші болма. Келесі, Нұрасыл дайындал, Зейнеп дайындал. Бұл тез белгілеп.